Жаңашылдықпен Жаңаөзенге атты жастар бағдарламасы аясында жастар букс жобасы да ұйымдастырылды. Бұл шарада жастардың кітап оқуға деген ынтасын арттыру бағытындағы іс-қимылдар туралы айтылды. Сондай-ақ білімді жандардың қол жеткізген табыстары мен артықшылықтарды әңгіме болды. Қазіргі заманның кілті білікті, сауатты жастардың ғана қолында. Мемлекетімізде білімді жастардың дамуына мол мүмкіндік жаратылған. Болашақ бағдарламасы арқылы шетелдерде оқуға да жағдай жасалды. Осының нәтижесінде аталған бағдарлама арқылы білім алған мамандар еліміздің дамуы үшін еңбек етіп жатыр. Бір жан-жақты дамытуға, немесе бір көкшелігінде кеңейтуге, немесе бір сондай бір білім алуға жұмсаған сенің уақытың ешқашан зая болмайды. Саған америкалық ғалымдар білімге құйылатын инвестиция әрқашанда пайыз бөлінеді. Мысалға білімге жұмсаған сенің қаражатың мен сенің уақытың міндетті түрде еселеп саған процент пайда береді. Бұны ешқашанда есімізден шығармауымыз керек. Жиында мақсатын дұрыс анықтай алмаған жастардың жұмыс таппай жүргені де қозғалды. Бұған негізінен олардың мұнайшы мамандығын таңдауы әсер еткен. Ал жастар бокс жобасы ары қарай да жалғасатын болады. Жаңаөзен қалалық жастар ресурстық орталығы кітаптар бұрышын ұйымдастырмақ. Осы қадам арқылы кітап оқуға деген сұраныстың артуына ықпал етпек. Келесі кезеңдерде сол жаңа айтып өткенде жастар орталығында кішігірім өзіміз жастарға арналған өзіміз кітапхана ашып, қасында жаңағыдай шахмат ойнайтын, ой өрісін кеңітетін сондай бір не ашсақ деген жалпы өзіміздің ойымызда бар. Жастарды шақыратын. Жобада жастар өздері оқыған шығармалармен де бөлісті. Оның оқиғаларын әңгімелеп, бір-біріне оқуға кеңес берді.